Серьезно қабылдамайды біз. Ставка тігетін не ғой бізде. Көзім ауырып кетті. Контент. Телефонға қарап. Көзіңіз шаршаған ғой жа, көке? Шаршады. Ми ше? Миым да шаршаған. Футболдан әбден шаршаған менің көзім. Көз жанарымда ұрлаған. Талай матчтар көргенсіз ғой. Көздің нұрын алып қойған. Көзіңізде нұр жоқ па кез? Футбол алып қойды ғой нұрды. Дементір ғой футбол. Әсіресе мына Манчестер Юнайтед бар ғой. Алып қояды көздің нұрын. Стеклянный көз деген сонда. Сол сіздікі ма? Белый ходокиймін ғой мен. Белый ходокий демекші -30 болып тұр Астанада. Қалың киініп алғанбыз. Бұл жыбы шоу басталып кетті. Амандаспай бастадық бүгін. Бір амандасып жүрсеңші. Ассалаумағалейкум деп астына жаза салады. Титрмен ба? Соны амандасты деп есептеңіздер енді. Ыңғайы кеп қалды, бастап кетуге тура келді. Әлімжан Асқар деген мынау баланы танисың ғой? Мына жігіт сол ма? Вьетнам футбол федерациясында. Істейсің бе? Хошимин футбол клубының амбассадоры. Сояққа барып келдің бе? Вьетнамға барып келдім. Арнайы бір жыл шоу. Социалистік еңбек ері. Капиталист. Маған негізі социалистік ел өзі қызық еді, қалай бұл деп көрдім бүкіл. Социалистік елде туып өскенсің ғой жалпы. Тумаған ғой мен. 95-ші жылы демократиялық Қазақстанда. Социалистік етін ол кезде де айналайын. 95-ші жылы. Бірінші классқа бардық қой сол жылы. За социализм болып отқан сол кезде мен саған айтайын. Андай Лениннің сөздері тұратын ғой, әлі сол кездерде. Мен айтып тұрмын ғой. Бірінші класста Союз нерушимых республикпен әнұран айттық қой. 95-ші жыл. Таразда. Хотя ол тәуелсіз мемлекет еді ғой, 95 жыл. Қазақстан ғой. Союз нерушимых деген ба? Соны айтатымыз. Жаттап өстік. Екінші класста жаралған намыстан өттік. Пушкин, Фет, Тютчев дегендердің бәрін жаттап. Афанасий Фет деген кісі бар. Колокольчик однозвучный, тройка борзая бежит деп бастайсың. Осы Таразда тұрып ана қазақша білмейтін қазақтар бар. Тараздың ортасында өскен же. Ой, таңғаламын. Бар ма ондай бар? Бар ғой. Табиғи кәдімгі жағдай. Неге олар коммуникация қалай түседі, байланыс ауылда орыстар бар, бір ауылдарда мүлде жоқ дегенде ғой. Шетқар аймақтарда жоқ орыстар. Орыстар болған күнінен қазақша сөйлеп кеткен орыстар ғой. Жоқ, Тараздың өзіндегі қазақтар мысалға жан-жағындағы адамдармен қалай байланысқа қазақ тілін білмейді. Қазақ тілін білмейді деп отырсыз ба, ол жаке? Орыс тілін білмейтін деп отыр. Қазақ тілін білмейтін. Нұртас Адамбаев деген сияқты Таразда туылып өскен. Шынымен де бар екен. Біледі ғой олар кейін Алматыға кетіп қалып, 7-ші класста сөйтіп интернетқа түсіп, сөйтіп білмей қалған шығар. Интернетқа түсіп деп енді Союз дегенге. Енді сондай бір бар ғой интернет сияқты. Енді интернетте оқып жүр ғой талай қазақ баласы. Бейне қолдың саласы. Салтыков пен Щедрин көңілде жоқ талас. Дейсің ғой. Анау сол естігенде. Не бар екен ғой, анау жаңағы чемпиондар лигасы деген бар екен ғой. Турнир бар сондай. Турнир бар екен. Оның неге берекесі кетіп қалды оның? Матчтары бір қызық. Көріп жүрсіз бе өзі? Жоқ, көргенде мен анау Манчестер Сити ұтылып қапты дегенде естідім, бір жаңалықтарын оқыдым. Буди Глимт деген командадан ұтылып қапты. 3-1 есебімен. Таза кәдімгі ұятсыздық болыпты. Содан тағы біреуін оқыдым. Бір жаңалық Ювентус туралы оқыдым ғой енді. Ол ұтыпты 2-0 қылып. Газеттен оқыдың ба? Газеттен оқыдым ба. Бұл кісі өзі телеграмда жазып, өзі оқиды ғой. Жоқ, мен жазған жоқпын. Мен телеграм қазір пайдаланбайтын болған. Аладот.kz сайтында кім жазды Ювентус Бенфика матчына? Білмеймін. Мен қатысым жоқ шын. Мен сіздің даусыңызбен оқып жүрмін ғой бәрін. Мен жазбаймын ғой. Мен кәдімгі смайлик әріп символ пайдаланбайтын болғанмын қазір. Мен басқа дүниеви заттармен айналысып кеттім ғой қазір. Сондықтан рухани өмірді. О деген әріптен басталатын. Дүниеви заттар. Сол чемпиондар лигасы деген турнир аяқталуға жақын енді. Бітеді. Айтпақшы, мен тағы бір жаңалық оқыдым. Ана Әзербайжанның Қарабақ деген командасы бар ғой?
Айнтрахт Франкфуртты 3-2 қылып ұтып кетіпті. Оны мен қаяқтан оқыдым айтайын ба? Айнтрахттың Фейсбуктағы парақшасына мен подписан екенмін. Каким-то образом, между прочим, между нами, айта кетейін. Неге оған подписаться етілгенін түсінбедім. Между прочим, все мы... Фейсбукты ашсам, Карабахтан ұтылып қалдық деп жазып қойыпты аналар неміс тілде. Ұтып тұрды ғой 77-ші минутқа. 77-ші минутта 2-1 қылып, олар 3 ұпайды алып кетеміз деп. Содан Анау кәдімгі 90-да теңестіріп, 94-те 3-2 қылып. Ё-мой, Дания мен Қазақстанның кофесі болған десе. Сонымен бүгін Әзербайжанның президенті өзі Илхам Алиев комментарий берді ғой. Демалыс деп. УЕФАның мынау судьялар бізге қарсы. Қылт етсе бізге қарсы сықырады. Енді әлсіз командаларға қарсы. Не деген бассыздық. Біз сонда да жігер танытып жеңіп кеттік деп. Жасты да. Тамаша айтыпты. Молодец. Сол Қарабақ деген команда, мынау өтпелі плей-офф кезеңі ғой енді ол да, ана ойнайтын. Соған шығайын деп тұр. Шықты деп айта берсек болады ғой. Неге 12 ұпай керек қойған? 10 ұпай биыл жеткілікті болып қойын деп тұр. 10? 10 ұпай. Қарабақта 10 ұпай бар. Былтыр 11 ұпай жеткілікті еді. Биыл сол 10-нан тоқтайын деп отырмыз. 10-нан тоқтайды. 12 ұпай болса бетон қалады деген ғой просто. Жыба. 10 ұпаймен бұлар енді соңғы турда Ливерпульға қонаққа барады. Энфилд роудқа. Ұтылады ғой енді ол. Сол 10 ұпаймен қалады ау деп тұрын да, енді сөйтіп шығып кетеді. Қалғаның өзінде де шанс болып қалуы мүмкін, иә? Неше пайызға астында тұрған жаңағы 87 пайызға шығып тұр дейді. Астындағылар 8 ұпайдан болып тұр қазір. Сол 8 ұпайдағылар жеңіп кетсе ше. Олар бір-бірімен ойнап бір болып кетеді ғой сөйтіп. В общем, ана жақта нелермен фавориттермен ойнап сондай болып тұр ғой. 11 так 8 ұпайы бар мына жерде. ПСВ, Атлетик, Олимпиакос, Неаполь, Копенхаген деген командалар бар екен. Енді Қарабақ қазір мысалы 18-ші орында, одан төмен тағы 6 клуб бар. 6 клуб. Брюгге ше мысалы. 24-тің ішіне кірсе болды ғой ол. Брюгге 10 ұпайменен қуып жетіп алады ғой. Екеуі де шыға береді, ештеңе қылмайды ғой. Жоқ, мынау астындағыларды көтеріліп кетіп, бәрі түсіп қалуы мүмкін ғой деп отқан. Мүмкін, бірақ енді бәрі көтеріліп кетпейтін шығар енді. Жарайды енді, мынау Ливерпульмен ничего ойнау керек екен ғой бұларға. Қарабаққа. Ойнай ма енді? Ал Ливерпульде 15 ұпай бар, 8-ші орында тұрған Челсиде 13 ұпай бар екен. Өте қауіпті екен, сондықтан Ливерпульге в принципе ұту керек екен. Ұтады, жеңеді деп ұтады. Қарабақты ұтады. Тасталқан? Тасталқан қалады, 3-0 таза. Жеңеді 2-0 мықты. 2 доп айырмасымен ұтады ғой. Ливерпуль деген мықты ғой, сұрапыл ғой. Ты чё, между прочим, между нами. Между нами. Ойдым көкеме. Сіз енді кезінде АПЛ жүргізбе, қалай жылы? Ағылшын премьер лигасын. Бір жүргізген кезде деп басыз. Бір жүргізген кезде Қарабақ дегенде жоқ еді ғой деп. Европа лигасын ойнайтындаш. Қарабақ чемпиондар лигасында ойнаған бір жүргізген кезде. Атлетико Мадридпен ойнап. Бірақ мына Ливерпуль қазір мықтау. Ливерпуль Европа лигасында ойнайтын ол кезде. Мынау қаншама енді ұтып келіп, сенсация жасап келіп шығамай қалғанда ұят қой. Жоқ, шығады Қарабақ, бірақ Ливерпульге қарсы матчта 2 доп айырмасымен жеңіледі. Жеңілсе де шығып кетеді. 10 ұпайға тәуекел деп сондай шығайын деп. Тәубе? Тәуекел де тәубе? Тәубе дейді. Тәуір деп шығып кетейін. Тәубе. Тәуіржан. Енді сондай болады деп отырмын енді. Ол Қарабақтың тағдыры енді бізге қызық қой. Өзі Әзербайжан деген. Енді мен шығады деп ойлап отырмын енді, сол 24-ке кіреді деп енді қуаныштымыз, әрине. Бұл енді бізге үлгі болатындай болып тұр ғой, команда болып тұр. Үлгілі тәржіма ғой. Үлгілі тәржіма болып тұр. Біз де Англияға барайын деп тұрмыз ғой. Англияның командасына қарсы ойнайын деп тұрмыз. Қашан? Визамызды алып алайық, тұрады. Жоқ, біз дегенде Қайрат деп жатыр. Біз. Қайрат Арсеналға қарсы ойнайды екен көке. Қашан? Сол, келесі. Бәрі бір уақытта. Бәрі бір уақытта болады екен. Сәрсенбі күні, иә. Чемпиондар лигасында ойнап жатыр екен ғой Қайрат биыл. Не болып жатыр? Ерге көз кетті, құлақ кетті. Иә. Кім баласы? Кім десе? Сол бағаның бір күліп отыр. Кім? Айбек Қабылша ма? Бұл Алматыдан кепті, журналист бала екен. Матаңызды алып кетейін деп. Алыстан кепті ғой, ат терлетіп. Сол Қайрат Арсеналға қарсы ойнайды. Арсенал ұтады. Ұтатын біліп тұр қон. Қалай ұтады? 4-0. 4-0.
Өйткені ана Нони Мадуэка, Чуквемека дегендерді ойнатпайды дейді основной составды. 8-де 8 қылмақшы ма? Екінші составын шығарады дейді. Бұның екінші составында кім ойнайтынын білесің ба? Жоқ. Габриэл Жезус деген шабуылшысы бар. Бірінші орындағы команда мен соңғы орындағы команда кездеседі. Енді ана Қайратта оңай емес қой. Оңай болып Ешқашан тұр ғой. 5 гол, 6 гол жібермейді олар. Да? Төртеуімен тоқтатады. Қайратқа сенем өз басым. Бесеуі жіберді ғой. Реалдан. Енді Реал енді ол Реал ғой енді ол. Мына Арсенал әлі жеңілмеді. 7 ойын 7-еуінде жеңген. 2 ақ гол пенальти өткізген. болды. Ана мынау бір болмайтын оқиға болып кетті. Сол нашар болып кетті. Праздник Соңғы болып ойында Қайрат көрдің бе? кетті. Жоқ. Үйде 4-1 жеңіліп қалды ғой. Көрген жоқ сол ойынды. Көрмедің бе? Жоқ. Сайттан оқыдым, Ханс Ванакен сұхбат беріпті. Қазақтар ойнай алады Европада. Мықты ойнай Екі рет гол аласыңдар. соғып кетті бірақ. Просто Қайратқа қарағанда өткен айда мен Қайрат емес, Қазақстан құрамасына қарсы ойнағам, сол қатты ойын болған депті. Ол кезде де соқты. Анау енді кім? Садыбек болса футболкасын шешіп, сондай бір Инстаграмнан көрдім оны. оқиғалар болды. Оқыдың ба? Жоқ, негізі Инстаграмнан көрдім. теледидардан көре салмайсың ба? Обзорын көре салмайсың ба? Голдарын. Қатты қиналып кеткен жоқсың. Көрген жоқпын шынымды айтайын. Понятный нәрсе ғой. Біреу Жоқ. айтты десеңші. 4-0 болады деп болжам айтқан ғой сөйтсем Сәдібеков әділетке ұрып кетіпті да болжамды құртты. Мақұл дедім енді. Қазақтың баласы ұрса ұрсын. Анау кеше Карабахтан да бір жаңалық оқыдым. Біреу гол ұртты ғой. Сол ең бірінші Әзербайжан екен Чемпиондар лигасында гол соққан. Қайсы А бізде 3 қазақ бар уже. Жеңіс Сәдібек, соғып Дастан кеткен анау. Сатпаев, Мирзали Олжас Задай Байбек. деген ба? Деген сол ма? Көрдің ба? 3 қазақ бар. А оларда қаншама жыл ойнап жүріп Карабахта. Бірінші Әзербайжан. Мұстафазаде. Чемпиондар лигасында. Бахлюл Мұстафазаде деген Иә, жігіт гол сол. соқты. Бірақ енді бізде 3 қазақ болғанмен біздікі де осы күні кеше шықты. Әлем чемпионатын ойнаған тұңғыш Әзербайжан кім екен білесің ба? Тофик Бахрамов. Ей жоға. Ол төреші болған емес пе? Төреші ғой. Ойнаған шығар. Кім? Анау Қай жерден оқып ең? 2014 жылы Бразилияда болған оқиға ғой. Иран Ресей құрамасы. Ресей құрамасы. Самедов ойнады. Әзер ғой. Азер. Әзер ма? болды. Арсенал 4 гол ұрған. Ұрған, 7? Өкінішке қарай болып тұр енді. Сол кезде телевизорда өшірсаңдар, ары қарай. Көбейіп кетпесін. 4 пен 7-нің арасы болып тұр ғой, осылай. Диапазонда. Арсеналдың Интерде жеңіліп қалғаны бізге дұрыс болар еді. Жеңіліп, мынау. Деп біз Бұлар енді мынау жаңартылған 21 очко жинаған ғой 7 ойында. енді бұл жаңартылған мынау неде ЛЧ-ның тарихындағы бірінші команда болайын деп тұр ғой, топтық кезеңде максималды. Полный бак. Толық. Толық жетекті. Толық жетекті, иә. BYD автокөлігі. Ондай қатты 7, 6, 5 деген гол болмайды ол деймін. Арсенал деген сәл аяушылығы бар клуб. Анау аяусыздық болып бара тұр ғой, Артета деген құлқыны үзіліп кәдімгі. Құлқыны құрған. Құрып бара тұр, иә. Мынау, сен енді келесі айда мақтайсың бұл клубты. Барселона деген клуб бар ғой. Аха. Сол Копенгагенге қарсы ойнайды. Ей, Копенгаген ұтып кетеді ау. Жоқ, мына видео ақпанда шығады. Жоқ. Мақтатып алайын деген ғой. Точно ма? 1-2 күн ары бері қақып кетпесін. Әй, ол анау Копенгагенді қатты ойнайды. Барселонамен. Мынау әлі сол 8-дікті әлі бекітпеген Барселона әлі. Барселона 9-шы орында, 7 ойында 13 ұпай бар. Осыны жеңіп бетондамаған, иә. және көбірек гол соғу керек қой. Мақұл енді бәрін іштей біліп отырсыңдар ғой, мықты екен ұтатын. Копенгаген гол ұрады деп қасар сықпалайын осы жерде. Дұрыс, иә. Қайратқа да ұрды ғой, Барселона ұрады ғой енді. Өткенде Шымкентте жұмыс істеп жүрген кезде Көфен ағаның баласымен танысып едім, как раз. Да? Кәкен ба аты? Баласы дей ме? Баласы аты Кәкен емес па? Копенгаген. Ұмыт қалдың ба? Соған анаға байланыстырамай отыр екен ғой. Неменеге қайта-қайта айтып отыр деймін. Копенгаген деп тұр ғой. Сен анау прикол айтпай тұрып, кішкене былай бір редакторын өткізбесін. Рұқсат сұрап алайын ба? Рұқсат сұрап алайын. Ол енді ұтады Барселона. Бірақ анау гол ұрады. Сол ол 3-4 ұрмай ма? Сол кезде анау біреу ұрып қояды ғой болды. 4-1 или 3-1.
Жақсы. Төртеуін ұрады ғой. Енді Әлімжан сен де сөйтіп ойлайсың ғой. Иә, 3 топ айырмасымен жеңу керек Барселона. Және өзі гол біреу екеу өткізіп қояды. Славияға қарсы матчты көрдік. 2-4 есебімен аяқталды. Барселона өзі ойнайды, өзгеге ойнатады, гол соғады, гол жібереді. Жақсы команда. Ашық жарқын дейсің ғой. Жақсы Барселона. Лайк. Сосын әлемдегі үздік клубтар ғой анау. Реал Мадрид па? Айтатын, иә. Солар ойнайды екен Бенфикаға қарсы. Қош. Бенфиканың бапкері Жозе Мауриньо. Ой, текетірес болып тұр. Текетірес кәдімгі. Арбелова кезінде сол шәкірті болды. шәкірт еді ғой, сол алдырып еді ғой Ливерпульдан. Сол қазір енді соған қарсы шабайын деп тұр. Қарсы түк те істемейді. Бенфика жек қояды ғой. Ей, сен осы айда Реалды мақтау керек еді ғой. Жек қойғанда қалай? Алғашқы 10 минут жек қояды. Жегені желгесінен шығады сосын десеңші. Реал ұтады бірақ. Чемпиондар лигасының король емес пе? 6 голдан салып жүрген жоқ па? 3-ші орында екен ғой олар. 3-ші шығады екен. Тағы да ұтады. Мауриньоны унизить етіп әдейі. Да? Егер керек болса, Реал Мадридке ұтады. Тура қазір ол Арбелова жаңадан келді, команда құрып жатыр. Неге ұтасамасқа? Ұтады Реал. Арбелова уақытша келген адам ғой. Маусым соңына дейін шығады. Уақыт еншісіндегі. Сол уақытша келем деп жүріп, мәңгі бақиға 20 жылға бас бапкер болып кетсе қайтесің? Мауриньоны шақырамыз деп жатыр дейді ғой. Қайтып. Мауриньоның әдеті сол ғой. Фенербахчені Бенфикаға ұтылдыртып, оны шығарып жіберіп, өз Бенфиканың бас бапкері болған жоқ па? Сөйтіп Арбеловаға ұтылып, Арбелованы шығарып жіберіп, өз бас бапкері болуы мүмкін. Немесе Бенфикамен ұтып кетуі де мүмкін. Бұл Реалда Винисиус деген ерке баланы соны тоқтататын бір адам керек болып тұр ғой. Мауриньо ғой жалғыз. Шапалағынан шарт деген. Бірақ енді мынау в одну реку дважды не зайдешь деген мынау атам қазақтың мақалы бар. Иә. Бұл қайта-қайта Реалға келе бермейтін жер, Мауриньода шаршаған адам ғой. Бұл Челсиға 2 қайта кеп. Енді өгіз жас болды ғой. Қазір жасы 70 желкем деп отқан жоқ па. Да? Әлбетте келмейді ол. Келмейді. Өзіңіз былай айта салдыңыз ба, қызық болсын деп? Жоқ, өздері сөйтіп айтты шықты ғой негізі ақпарат. Реал жақтан. Реал Мадрид Бенфиканы жеңсе, Бенфика онда ұшады чемпиондар лигасы. Сен не деп ойлайсың? 2 команда да гол соғады деп ойлаймын. Мен бұл ойында қызыл қағаз, пенальти болып сондай. Қырқын болып кәдімгі. Сондай болады. Қырқыс болады. Ана өткенде ПСЖ Спортингті ұтады деп елдің бәрі айтып ұтпай қапты. Елдің бәрі емес, өзіміз айтып. Басқа да сайттарда жазды ғой, елдің бәрі ПСЖ ұтады деп жарты әлем айтты. Сөйтсе 2-1 ұтылып қапты, соңғы бетте гол жіберіп апты. Солар енді Ньюкаслға қарсы ойнайды ертең өз алаңында. ПСЖ ма? ПСЖ. Міне. Екеуі көрші тұр. Ашулы келіп тұр екен ғой. 6-шы, 7-ші орын. 6-7. Кім ұтады, сол қалады. Кім ұтылады, сол қосымша ойындарға ұшады ғой сонда. Не өлесің, не қаласың, кіммен жолдас боласың. ПСЖ-ға бәрібір ол ұрған ғой. Да? ПСЖ осы ойында жиналады негізі. Чемпиондар лигасында тәжірибесі толысқан команда емес. Кейбір жерде қателік жібереді. Жалғыз адам Гордон деген бар әйтеуір соғын. Сауысқандай сақ болып ойнамайды ма? Сақ болып ойнайды ғой, бірақ аналар ана Хвича дегендер гол ұрып кетеді ол. Дезире Дуэ дегендер бар ғой. Дембеле деген ана төбесін лақтырып, соны пушкіш беріңдер деп айтып жатыр. Қайерде оқыдың оны? Оны Фейсбуктан оқыдым. Кешірім сұраймыз. Фейсбуктан оқыдың? Оны Фейсбуктан оқыдым. Бір жігіт жазыпты сол туралы. ПСЖ жеңеді. Бұл матчта Пари Сен-Жермен, бұл енді шейх классика ғой. Шейх классика? Шейх классика. Дерби. ПСЖ жеңіске жетіп. Мынау кімнің қылы екен менің шайымды жүрген? Іше берейін іштен кетпес. Иә. Кружканың мойнында қыларқан шырместік ба? Қылықты кружка екен. ПСЖ жеңіп тұр ғой осы матчта. Бәрекелді. Жеңеді ғой, үйінде. Жеңеді. 2 гол салады дейсіз. Мынау Наполи деген бар ғой Италия, сенің командаларың. Бұл шеретті бұл. Неге? Чемпиондар лигасына келді, шереті бұл. 24-тікке кірамай қалуы мүмкін. Кіреді ғой енді бір әлсіз бір қарсылас түскен шығар соңғы турда. Челси түскен. Как раз мына. Антонио Конте көкеміз. Как раз. Челсиге қарсы ойнайды. Челси тұтпағанды кім тұтады енді? Енді бұл жердің қызығы Челси ұту керек, 8-дікке кіру керек. Наполи жеңу керек, 24-тікке кіру керек. Соның ішінде Наполи 24-тікке кіргені маңыздырақ болып тұр ғой, анағұрлым көрдің бе? Челси 8-дікке кірмей қалса 16-тан бірден ұшып кетуі мүмкін да, Құдай сақтасын. Сондықтан Наполи ұтады бұл ойынды. Да?
Диего Армандо Марадона атындағы стадион. Кезіндегі ойындар есіңде ма? Кавани, Лаветти. Челси ана 8-ке кірмей қалады да, біреумен жеребеде түседі да, сөйтіп соған ұтылады бірден сразу. Да? Сөйтіп чемпиондар лигасын шығып кетеді. Оны қайдан оқыдың? Оны қайдан оқыдың? Ол осы 2 жыл бұрын болған осындай оқиға. Аталантаның басында болған ғой сөйтіп. Ой, иә, былтыр еді ғой. Брюггеден ұшып кеткен кезі. Наполи Челсида сен Наполи жеңеді дейсің. Иә. Мен Челси Әлімжан Челси жеңеді. Бұл Челсидің жанкүйері екен ғой. Иә, сондықтан ол андай не айтамайды ғой енді. Объективті көзқарас емес қой көрінеді. Челсиге сатылған. Иә, сатылып кеткен. Сояқты ойлап отырды. Челси жеңсе екен деп. Советник. Ничья деп айтады. Тот Болидің. Челси футбол клубы президентінің кеңесшісі ғой. Да. Кеңесші отыр қазір президенттің кеңесші. Кеңесшілер көбейіп кетті соңғы кезде. Жан-жағымыз кеңесші. Айналамыз амбассадор. Көргеніміз кеңесші. Болып кетіп жатыр ғой сондай. Шүкір. Көптің бірі Қыдыр, екінің бірі кеңесші дейсің ғой. Негізі сәл басқаша. Екінің бірі Уәлихан еді ғой. Жарайды, мақұл. Осы жерде доғарайық, ә? Бағдарламамыздың қатты кетіп қалмайық. сәні мәні кетпей тұрғанда тез аяқтап жібер. Әлімжанға Алматыдан ат терлеткеніне рахмет айтайық. Сыйлығымыз бар еді. Ана бірдеңе жатыр ғой. Рахмет. Достар, сіздер мынау Фонтим деген арнаның бүкіл әлеуметтік желідегі парақшасына жазылыңыздар. Бүкіл қызықты контенттер сонда. Сау сәлеметте болыңыздар.